Гүлжира Айдарбекова оқырманның аузына құм құйды. Продюсер Гүлжира Айдарбекова баласы үшін тағы оқырманмен сөзге келіп қалды. Танымал продюсер Қайраттың мамасының баласы деген көпшіліктің сөзіне әбден жалыққан секілді. Өйткені ол бұл жолы оқырманына ауыр сөздер жазған. Мамасының баласы, баласының жасы 35-те деген оқырманына «Сен ешектің, не иттің баласысың ба?» деп қарсы сұрақ қойды. Осы Қайратты отбасына жібермейтін сияқты. Той концертте бауырына бірақ қысып алған сияқты, жеке өмірі жоқ деп жазған оқырманына «Көркелмісің, сырттан тон пішіп өтек айтпайық, қойшы, жаным сол. Өз отбасыңда бәрі дұрыс болса бопты. Әр үйдің сыры бар, саған біреудің жеке өмірін талқылап қажеті жоқ» деп жауап берді Гүлжира Айдарбекова. Енді бір оқырман мамасымен шамалы ерсілеу деп жазған көрінеді. Оған Гүлжира Айдарбекова «Сен үшін ерсілеу шығар, осылай өз анасынан өз баласын қызғанған адам дүбәрі адам шығар. Сендер-ақ ана сыйламай рахатқа бата беріңдерші. Байқайсыздар ма? Оқыпта жүрген боларсыздар. Қайраттың ата-анасына біздерге деген ерекше құрметіне разы адамдар 80% болса, 20-сы азғырумен отырады. Ой, мамасының баласы дегеннен бастап мұқатып, бірақ Алла оның жүрегіне салған мейірімділігін ешкім алып тастай алмайтынына көздері жетер емес, және Алланың берген бағымен таласуынан өз ұрпағына зияндық келетініне де күмәні бар. Не қысқа ойлайды, санасы жетпейді. Мынадай мәтелдер жайдан жай емес. Ата-ананы құрметтеңіз. Олар сияқты сізді ешкім ешқашан жақсы көре алмайды. Ата-ананың ақ батасы сені үлкен жетістіктерге жеткізеді. Жануар азық үшін торға түседі, ата-ана бала үшін отқа түседі. О адамдар, жақсы сөйлесейікші, бір-бірімізге жақсылық жасайықшы. Сол кезде елімізге де Алла әр отбасына да жақсылықтың нұрын төгеді. Мүмкін өзгеру және өзгерту өз қолымызда, деп жазды продюсер.